Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұлы Ибрахим дүниеден өткен кезінде пайғамбарымыз көзіне жас алады. Оны көрген сахабалардан Абдурахман бин Ауф пайғамбарымызға келіп, я Расулулла, сіз де жылайсыз ба деп келеді. Сол кезде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, я Абдурахман, бұл мейірімділіктің көз жасы деп айтқан. Шын мәнінде көздер жылайды, жүректер қайғырады, бірақ та Алланың рұқсат еткеннен арғаты асып кете алмаймыз дейді. Шын мәнінде бір шаңырақта адам қаза болғанда, адам қайтыс болған кезде, сол шаңырақтың иелеріне еріксіз көздеріне жас келеді. Ал бірақ та жоқтап, тағдырға қарсы болған нәрселерді айтып, оны алғанша неге мен алмадым деген сияқты күпір сөздерді айту дінімізде рұқсат етілмеген, алайда көзге жас алып, мейірімділікпенен істесек болатындығын пайғамбарымыздың осы хадисінен өрнек ретінде көрсек болады.